Құқық қорғау органдарының ғимараттарын басып алудың негізгі мақсаты әрине атыс қаруын иемдену. Атап айтқанда, Алматы облысында полиция департаменті ғимаратын 53 автомат, 367 тапанша, 1 гранатомет, сондай-ақ 23 мың астам патрондар ұрланған. Жамбыл облысында 209 автомат, 134 тапанша, 11 гранатомет, 1 пулемет және 40 мыңға жуық патрондар. Алматы резиденциясындағы қиратулар кейін 130 бірлік қарумен оқ дәрілердің жетіспеушілігі анықталды. Оның ішінде 80 граната, 17 тапанша, 11 автомат, 21 гранатомет және снайпер мылтығы. Сондай-ақ 10 аңшылық дүкен тоналды. Сол жерден 1629 мылтық ұрланды. Жалпы алғанда 3000-нан астам қару ұрланған. Осы көлемнің тек 3-тен бірі немесе 967 бірлігі ғана табылды. Ал 2000-нан астам, соның ішінде гранаталар, пулеметтер, мылтықтар, тапаншалар, гранатомет әлі де қылмыскерлердің қолында. Барлық осы фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ұрланған қару жарақтарды іздестіру жұмыстары жалғасуда.